18.000 ғаламтор. Қазіргі дамыған уақытта бұрынғы көне заман өмірін сүретін адамдар қалмаған шығар деп ойлайтын шығарсыз. Бірақ сіз қателесесіз. 21 ғасырда тас дәуірінде қалып кеткен тайпа бар екенін білесіз бе? Үнді мұхитында орналасқан Бенгал шығанағында солтүстік Сентинель деп аталатын жеке арал бар. Аралдың көп бөлігін тығыз тропикалық ормандар жабады. Ал оның шеттерін аққұмды және мөлдір суы бар жағажайлар жиектейді. Бірақ кітапты мұқабасы бойынша бағалауға болмайды. Бұл әдемі көріністің артында сұмдық шындықтар жатыр. Сентинель аралы әлемдегі ең қауіпті аралдардың бірі. Және бұл аралда көптеген қауіпті шытырман оқиғалар болған. 1981 жылы 2 тамызда кешке қарай Бенгал шығанағының тынықсыз сулары мен Гонконгтан Примроуз жүк кемесі жүріп келе жатты. Бір сәтте ол бағыттан адасып, кенет Коралл рифіне кіріп кетті. Примроуз қимылсыз тұрып қалды. Бірақ кеме рифте болғандықтан кеменің суға батуы мүмкін емес еді. Апат туралы сигнал жіберген капитан мен экипаж құтқарушыларды күте бастады. Келесі күні таңертең дауыл басылғаннан кейін теңізшілер кеменің риф үстінде емес, аралда тұрып қалғанын көрді. Олардың білуінше аралда тірі жан жоқ. Және ол мүлдем қоныстанбаған. Сонда да экипаж кемеден шығуға асықпады. Бәлкім бұл жаңбыр маусымының болуымен байланысты шығар. Сол үшін жағада істейтін ешқандай шаруа жоқ. Және бұл олардың өмірін сақтап қалды. Кейінірек бұл арал Андаман архипелагындағы 200-ден астам аралдарының ішіндегі ең қауіптісі солтүстік Сентинель болып шықты. Бірнеше күннен кейін Примроуз бортына қойылған күзетші джунглиден шығып, кемеге бет алған 10 қара ер адамды көрді. Басында күзетші оларды құтқару командасы деп ойлап еді. Бірақ ол қалай тез жетті? Олар жақындаған кезде матрос олардың киімдері жоқ екенін көрді. Бұдан басқа олар найзамен, жебелері бар садақтармен және басқа да қарулармен қаруланған. Олар агрессивті болған сияқты. Сондықтан капитан тосқауыл қоюға бұйрық берді. Примроуз экипажы бірнеше күннен кейін тікұшақпен аман-есен эвакуацияланды. Олар осы аралдан сәтті қашу бағына ие болған соңғы адамдар болуы мүмкін. Антропологтардың пікірінше 1981 жылы таңертең жағажайда пайда болған ер адамдар 65 000 жылдан астам уақыт бойы аралда өмір сүріп келе жатқан тас дәуірінің ежелгі тайпасының мүшелері. Бірақ осы мыңдаған жылдар бойы аралдықтары өркениетті әлемнен айырылып қалды. Олар бүгінгі күнге дейін оқшауланып, олармен байланысқа түсуге тырысқан кез келген адамды өлтіруде. Сентинельдіктердің қай тілде сөйлейтінін немесе өздерін қалай атайтынын ешкім де білмейді. Өйткені олар зерттеуші адамдарды өздеріне жақындатуға ешқашан жол бермеген. Бүкіл сыртқы әлемде оларды сақшылар деп атайды. Себебі аралдың ағылшын атауындағы Сентинель сөзі сақшы немесе күзетші деп аударылады. Арал ауданы шамамен 7250 гектар, яғни 8-9 километр. Аралдағы әртүрлі есептеулер бойынша 15-тен 100-ге дейін жергілікті тұрғындар бар. Бірақ олардың нақты санын анықтау мүмкін емес. Жалпы алғанда солтүстік Сентинель оқшауланған өмір үшін өте жақсы. Бірінші кезекте ол қоныс аударушылардың қызығушылығы үшін тым кішкентай. Әсіресе одан ондаған шақырым қашықтықта ірі аралдар бар екенін ескерсек. Андаман архипелагының көптеген басқа аралдарынан айырмашылығы солтүстік Сентинельдің табиғи айлағы жоқ. Сондықтан кеменің ықтимал дауылдан жасырынатын жері болмайды. Бұдан басқа арал көптеген коралл рифтерінен құралған. Ол арқылы бірде-бір үлкен кеме өте алмайды. Рифтер арасындағы тар жолдар бойынша тек шағын қайықтар ғана жүзе алады. Бірақ бұл тек тыныш теңіз және қолайлы ауа райында ғана мүмкін болады. Ал мұндай жағдай жылына 2 ай ғана болады. Қалған 10 айдың ішінде аралға теңізден жақындау өте қиын. Көпшілікті бір ғана сауал қызықтырады. Неге сентинельдіктер ешқашан өз аралынан кетуді ойламаған? Бәлкім жауап жағалаудағы бірнеше таяз сулы лагуналар бар болғаннан шығар. Олар теңіз жануарларын қамтиды. Ол олардың рационының негізі болып табылады. Аз ғана бақылаулар көрсеткендей, сақшылар ешқашан рифтің артына жүзбейді. Және тек қана өз лагуналары шегінде балық аулайды. Оның үстіне оларда каноэ бар. Бірақ олар таяқшалардың көмегімен түптен итеріп жүзеді. Олар терең жерлерде жүзе алмайтын сияқты.
Себебі олар аралды тастап кетуге мүмкіндік беретін ескектерді әлі ойлап таппаған. Сақшыларды шақырылмаған қонақтардан қорғайтын тағы бір нәрсе адамдардың осы жерлерде тұратын барлық тайпалардың каннибалдар екендігіне көп жылдық сенімі. Бұл ұғым зерттеушілер арасында антикалық астроном-географ Клавдий Птолемей Бенгал шығанағында каннибалдар тұратын көптеген жерлер бар деп жазғаннан бері бар. Сондықтан теңізді жүзушілер Андаман аралдарын айналып өте бастады. Марко Поло бұл дәстүрді жалғастырып, сол жердегілерді барлық бейтаныс адамдарды өлтіретін қатыгез және жабайы тайпалар деп сипаттады. Мұндай ескертулер көптеген теңіз саяхатшыларын аралдардан қорқатыны сөзсіз. Бұған тағы сақшылар мен басқа да андамандық тайпалардың өз аралдарын қорғаған батылдығын қосыңыз. Бәлкім, олардың бүкіл әлемнен бүгінгі күнге дейін толығымен оқшауланудың себебі осы шығар. Солтүстік Сентинель аралының аборигендеріне төнген алғашқы қауіп 1880 жылы Морис Видаль Портман бастаған британдық шабуылдаған кезде пайда болды. Ол сол жерде бірнеше күн тұрып, жергілікті тұрғындармен араласқысы келді. Бірақ сентинельдер байланысқа түспей, оларға бөтен адамдар жақындаған сайын джунглиде жоғалып кете берді. Бір аптадан кейін британдықтар 1-2 аборигенді және қашып үлгермеген 4 кішкентай баланы кездестірді. Портман оларды өзімен бірге Порт Блэрге әкелді. Өкінішке орай, ер адам мен әйел тез ауырып, көп ұзамай қайтыс болды. Бұл олардың қазіргі заманның ауруларынан иммунитеті жоқ болғаннан болар. Портман көп ұзамай бұл ойынан бас тартып, балаларды аралға қайтарды. Ол тіпті оларға сыйлықтар беріп, джунглиге жіберді. Олар ағаштардың арасында жоғалып кетті. Содан оларды ешкім көрген жоқ. Британдықтар бұл тайпаның байланысқа түспейтінін түсініп, сақшыларды тыныш қалдырып, басқа тайпалармен байланыс орнатуға күш салды. 1947 жылы Үндістан Ұлыбритания колониясы болмай бостандық алды. Басқа аумақтармен қоса оған Андаман аралдары мен олардың тұрғындарына да ие болды. Бірақ үндістандықтар өз істерімен айналысып, сақшыларды 20 жылдай елемеді. Үндістан үкіметі тек 1967 жылы ғана жасырын каннибалдар аралына экспедиция ұйымдастырды. Оған 100-ден астам адам қатысты. Өздерімен бірге қарулы адамдарды да күзет үшін алып келгенімен, сапар көбінесе ғылыми сипатта болды. Тіпті бірнеше апта өткеннен кейін де олар бірде-бір жергілікті азаматпен байланыс орната алмады. Сол бұрынғыдай сентинельдіктер оларға жат адамдар жақындаған сайын джунгли арасында жөнеле кеткен. Бірақ осы сәтсіздіктен кейін де үндістандықтар аралға 10 жыл бойы сыйлық, банан, кокос алып келіп, жергілікті тұрғындармен байланыс орнатуға тырысты. Бәрі нәтижесіз болды. Егер байланысқа шығатын топ шағын болса, сентинельдіктер оларға садақ атып, найза лақтырып шабуыл жасауға тырысты. Аралдың аборигендері 1990 жылдардың басында ғана бақылауды әлсіретті, және үндістері бар қайықтарға жақындауға мүмкіндік берді. Және кейде аралға келген адамдарды қарусыз жылы сентинельдіктер қарсы алды. Үнді зерттеушілері тіпті кокос пен басқа да өнімдерді тікелей аборигендердің қолуына беру үшін суға бірнеше рет кірген. Соған қарамастан жергілікті тұрғындар қонақтарға ұзақ уақыт тұруға мүмкіндік бермеді. 5-10 минуттан кейін сақшылар қауіп төндіретін сигналдары бере бастады, және ескерту атыстарын ұштары жоқ атылған жебелермен жасады. Бұл бейтаныстардың қайтып оралуы керек дегенін білдіреді. Мүмкін бұл сентинельдіктердің сыртқы әлеммен ең тығыз байланысы болар. Ал 1995 жылы Үндістан үкіметі күтпеген жерден жергілікті тұрғындарды өркениетпен байланысқа мәжбүрлеуге болмайды деп шешіп, 1996 жылы ол аралға баруды тоқтатты. Содан бері ешкім сақшылармен байланыс орнатуға тырыспады. Тіпті 2004 жылы аймақты цунами басып, солтүстік Сентинельге үнді тікұшағы ұшып келгенде де жергіліктердің бірі сырттан көмекке мұқтаж еместігін білдіріп, оған жебе атты. Бүгінгі таңда Үндістан үкіметі тұрақты теңіз және әуе патрульдері бар Сентинельдер аралының айналасында 7,5 шақырымдық жабық аймақ құрды. Аралға кіруге ниет білдірген тәртіп бұзушыларға ауыр айыппұл салынып қана қоймай, түрмеге қамау жазасы да қарастырылған. Ал ең күшті тежеуші фактор сақшылар болып қала береді. Олар өз аралын көп жылдан бері қорғап келеді. 2006 жылы 2 жергілікті браконьер осы жерлерде балық аулаумен айналысқан. Олар желілерді орнатып, солтүстік Сентинель аралынан бірнеше 100 метр қашықтыққа зәкір тастап, ұйықтап қалды.
Түнде сақшылар оларды өлтіріп, денелерін жағажайға жерледі. Олар әлі де сонда. Себебі аборигендер жағаға ешкімді кіргізбейді. Тағы бір айтулы оқиға 2018 жылы болды. 26 жасар американдық саяхатшы Джон Аллен Чау сентинелдермен байланыс орната аламын деп ойлап, жергілікті балықшыларды сатып алып аралға жүзіп кетті. Сентинелдіктер оны бірден өлтіріп, денесін джунглиге алып кетті. Содан бері Джонды ешкім көрген жоқ. Бұл аралдың тұрғындары туралы қандай пікірлеріңіз бар? Сіз қалай ойлайсыз? Неге сентинелдіктер басқа адамдармен байланыс жасаудан бас тартады? Олармен байланыс орнатуға тырысу керек пе?